аса қадірлі де арлы жұртым, армысыздар. Менің түсінігімде қазағым, халқым, мінезің, жарқын, ұмытпайық ата салтын деп, қазақи ұрықтарыңызды ұмытпай келген барлықтарыңызға құрбан болуға бармын. Қазақтың ең жан айқайы, ұлттың жаны, қоғамының тірегі, мемлекеттің өзегі болып тұрған, егер тілімізге осы уақытқа шейін мән берілмей, соған енді барлығына төзіп шыдап келіп, бүгін қазақ шын мәнінде оянғандай осылай жиналып, үнсіз, түнсіз өзінің ойындағы, көкейіндегі сөзін айтып жеткізу, бұл мәдениеттілік те деген болар едім. Бұл ұлттың жан айқайда деген болар едім. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Мен егер мемлекет басындағы Жанна Дулат қызының өздерінен бастап, біз мемлекеттік тұрғыдағы қызметкерлер өзімізден бастап тілді сөйлейміз дегенде, неге орыс тілділер бәрі қарсы үре келді? Егер соны қолдап, баршамыз қолдап, орысың да, орманың да қолдағанда, егер олар қарсы шығып барлық радио, телевидение, қазақтың тілі, орыс тіліндегі газеттерге жазбаса, қазақ өздігінен еш қайсыған тиіспес еді, 138 адам да қол қойып жазбаған болар еді. Егер шын Қазақстанның сен азаматы болатын болсаң, мен сол Бунаковқа айттым, сен неге өзгенің мүддесін қорғайсың, неге туған еліңнің мүддесін қорғамайсың? Шын Қазақстанның азаматы болатын болсаң, онда сіз қазақ елінің, мемлекет құрушы ұлттың, қазақ деген халықтың, қай жерде қазақ тілі өзге елде мемлекеттік тіл болады? Қай жерде қазақ деген өзінің мемлекетін құралады? Қай жерде қазақ деген халықтың қазақ президенті болады? Деп кеше конференциясында да мен осыны дәлелдеп айттым. Сондықтан да қазақ өзінің даласындай дархан, егер қазақ болмаса, онда мынандай байтақ даланың иесі де болмас еді. Қазақ байтақ даланың иесі, мемлекет құрушы ұлт деп, қазақ халқы мемлекет құрушы ұлт деп мақалада жаздым. Оған да секем тартып жүргендеріміз, тіпті менің өзімнің қазағымның өзімнен де кездеседі. Сондықтан жаным, бірлігіміз мықты болса, жұлдызымыз биік болады, жарық болады. Егер тіліңіз болмаса, онда жұмыр басты пенденің бәрі біреу-ақ болар. Сіз де жұмыр басты пенде, мен де жұмыр басты пендемін. Орыс та жұмыр басты пенде, бірақ орысты орыс етіп отырған тілі, қазақты қазақ етіп отырған тілі, Азербайжанды Азербайжан етіп отырған тілі, сондықтан да тілдің өмірдегі де, адамдағы да алат рөлінің қаншалықты зор екендігін осыдан білуге болады. Біз 70 жыл бойы желкемізден ұстап жерге қаратты, 20 жыл бойы тәуелсіздік өзгенің бетіне қаратты. Мен бұрында айтқанмын, кісі бетін аяған өз беті шиқандай болады. Мен қазағыма айтатыным, өзгені төрімізге шығардық, айналайын, одан қазақ кем болған жоқ, бірақ төбемізге шығармайық. Қазақтың бүгінгі көтеріліп тұрған мәселе шарадан майың болсын, балың болсын, суың болсын, асып, тасып, төгілгендіктен осы жағдайға барып отырмыз. Сондықтан да ата заңымызды қадірлейміз, құрметтейміз, барлығымызда жаңа бір бауырым тіпті тілімді ата заңымнан да
егер сіздің тіліңіз болмаса, ол ата заңы болмаған болар. Сондықтан да жоғары қойғанына мен де құптаймын да, екінші баптағы 7-ші бап 1-ші тармақ мен өзім ойымды айтайын жандар, оған келем. 7-ші бап 1-ші тармақ қазақ тілі мемлекеттік тіл дегенді соны ту етіп ұстауымыз керек та. Екінші бапты орыс тілі, екінші тармақ орыс тілі, мемлекеттік ресми тіл, мемлекеттік тіл менен тең қолданады дегенді алып тасталсын. Үшінші баптағы өзге тілді дамыту керек деген, дамый берсін жаным, дамып жатыр олар. Әрқайсының бір ені бар. Сондықтан да мен бұрыннан айтып келе жатырмын. Бізде заңсыздық басым болыпты. Неге 7-ші баптың 1-ші тармағын орындамаймыз, 2-ші тармағын орындаймыз, 3-ші тармағын, 2-ші мен 3-ші орындаймыз, 1-ші неге орындаймыз? Біздің талабымыз ең 7-ші баптың 1-ші тармағы басымдықпен сол орындалу керек деген болар еді.